Құрметті ағайын, құрметті партияластар, соңғы кездері мынау ғаламторда әртүрлі негативті болжам еліміздің тарап жатыр. Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы ретінде өз ойымен бөліскім келеді. Біріншіден, Қазақстан мемлекеті қазір саяси өзгерісте келе жатыр. Қадам басталды. Саяси реформалар іске асты. Егер нақты айтатын болсақ, мысалға әділетті Қазақстан президенттің алға қойған саяси реформасы негізгі басты қадамдары іске асты. Бұл процесс енді тоқтамайды. Бұл процесс басталды, бұл ары қарай жүреді. Бірақ осы процестің, саяси өзгерістің қалыптасуын қарапайым халыққа пайдалы, жағымды өтуі, қиындықсыз өтуі, ол сол істе бүгін партиялармен мемлекет жұмыс жасап жатыр. Бүгін күні мемлекет жастарға көңіл бөліп жатыр. Мемлекет қарапайым әлеуметтік әлсіз тұстарға көңіл бөліп жатыр. Сонымен қатар мемлекеттің табыс көзін көбейтуге, ашық табыс көзін көбейтуге, көлеңкелі экономикамен күрес жүріп жатқанын біз көріп отырмыз. Біз немізбен мақтанамыз? Біз әр уақытта ұлтымыз бірлікте өмір сүрген. Бірлігіміздің арқасында қиындықтарды бірлік арқылы жеңгенімізді біз көрсетуіміз керек.